Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Курманова Алия Оралбекқызы, Иннович колледж мекемесінің құқықтық пәндер оқытушысы. Пән қылмыстық құқық, топ жол қозғалысын ұйымдастыру 21. Сабағымыздың тақырыбы қылмыс және қылмыстық теріс қылық ұғымы, қылмыс санаттары. Сабағымыздың мақсаты студенттерге қылмыс және қылмыстық теріс қылық, қылмыс санаттары мен түрлері туралы кең көлемде түсінік беру. Тақырып бойынша меңгеретіндеріңіз: қылмыс ұғымы, қылмыстық теріс қылық ұғымы, қылмыс санаттары, қылмыс санаттарының түрлері. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 10 бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және жазаланушылық дәрежесіне қарай қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар болып бөлінеді. Қылмыс дегеніміз қылмыстық кодексте айыппұл салу, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру, немесе өлім жазасы түріндегі жазалау қатерімен тыйым салынған, кінәлі жасалған қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік. Бұл қылмыстық кодекстің 10 бабының 2 бөлігінде қарастырылған. Қылмыстың заңды сипаты: оларға қылмыстық заңмен тыйым салу мен жазалау шараларын қолдану жатады. Қылмыстық заңда көрсетілген қылмыстың барлық нысандық белгілерін иеленуші құқық бұзушылық өзінің жеңіл мәнділігіне байланысты қоғамға қауіпті болмаса, қылмыс болып саналмайды. Қылмыс басқа да құқық бұзушылық түрлерімен салыстырғанда қоғамға үлкен қауіп әкеледі. Қылмыстың қоғамдық дәрежесін білу үшін мынадай факторларға сүйену керек: объектінің құндылығы, құқыққа қайшы әрекеттің мазмұны, жағдайы, уақыты, әдісі, келтірілген зиянның көлемі мен сипаты, құқық бұзушының жеке мінездемесі. Қылмыстың мынадай 4 белгісі бар: қоғамға қауіптілік, кінәлілік, құқыққа қайшылық және жазалылық. Қоғамға қауіптілік – бұл адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке шынайы зиян келтіру немесе осындай зиян келтіру қатерін төндіру. Кінәлілік – әрекеттің қасақана немесе абайсызда жасалуы. Құқыққа қайшылық – әрекеттің қылмыстық кодексте көзделуі. Жазалылық – яғни қылмыстық кодекс бойынша жаза тағайындау, айыппұл салу, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру және өлім жазасы. Қылмыстық теріс қылық ұғымы: бұл қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы зиян келтірген, адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін тудырған, оны жасаған үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу түріндегі жаза көзделген кінәлі жасалған әрекет. Бұл қылмыстық кодекстің 10 бабының 3 бөлігінде қарастырылған. Қылмыстық теріс қылықтың өзіне тән 4 белгісі бар. Ол қоғамға зор қауіп төндірмеуі, әрекет қасақана жасалуы, болмашы зиян келтіру немесе зиян келтіру қаупін тудыру және жасаған үшін қылмыстық кодексте белгіленген жазаның тағайындалуы. Қылмыстың санаттары: оларды нақты белгілері бойынша топқа бөлуді айтамыз. Қылмыстар сипатына, қоғамға қауіптілік дәрежесіне және кінәнің түріне байланысты мынадай санаттарға бөлінеді: онша ауыр емес, ауырлығы орташа, ауыр және аса ауыр. Онша ауыр емес қылмыстар кінәнің 2 нысан арқылы жасалады: қасақана және абайсызда. Қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 2 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын әрекет. Қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айырудан аспайтын әрекет. Бұл абайсызда жасалған әрекет болып саналады. Орташа ауырлықтағы қылмыстар қасақана және абайсызда жасалады. Қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын әрекет қасақана нысанда жасалады. Ал абайсыз нысанда
Бұл қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан асатын әрекет. Ауыр қылмыстар бұл тек қана қасақана ниетте жасалады. Бұл қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 12 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын әрекет. Келесі аса ауыр қылмыстар бұл қасақана ниетте жасалады. Қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 12 жыл бас бостандығынан айырудан асатын немесе өлім жазасы көзделген әрекет. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, қылмыстық кодекстің 10 бабының 2 бөлігіне сәйкес айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру, немесе өлім жазасы түріндегі жазалау қатерімен тыйым салынған, айыпты жасалған қоғамға қауіпті іс-әрекет қылмыс болып танылады. Келесі қылмыстық теріс қылық. Бұл қоғамға зор қауіп төндірмейтін, жеке адамға, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке болмашы зиян келтірген, немесе зиян келтіру қатерін туғызған, оны жасаған үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу түріндегі жаза көзделген айыпты жасалған әрекет қылмыстық теріс қылық болып саналады. Келесі қылмыс санаттары. Қылмыс санаттары бұл нақты белгілері бойынша топқа бөлуді айтамыз. Қылмыс санаттары сипатына, қоғамға қауіптілік дәрежесіне және кінәнің түріне байланысты мынадай санаттарға бөлінеді. Онша ауыр емес, ауырлығы орташа, ауыр және аса ауыр. Енді сіздерге үйге тапсырма Ағыбаевтың қылмыстық құқық жалпы бөлімінің 20 мен 25 беттер аралығын оқу, сонымен қатар қылмыстық кодекстің 10 және 11 бабын талдап салыстыру. Сіздерге мына жерде ссылка берілген, осы ссылка бойынша кіріп, қылмыстық кодекспен танысуға болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.